Жолаушыларды темір жол және әуе көлігімен тасымалдау, кешігулер, бағалар және сервис сапасы тақырыбында баспасөз конференциясы өтті. Бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің сауалдарына Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі, көлік және азаматтық авиация комитеттерінің өкілдері, Қазақстан темір жолы акционерлік қоғамы, отандық әуе және темір жол тасымалымен айналысатын компания өкілдері жан-жақты жауап берді. Жолаушыларды әуе көлігімен тасымалдау бойынша ағымдағы жағдай туралы азаматтық авиация комитеті төрағасының орынбасары Салтанат Томпиева баяндады. Биылғы жылы ішкі тұрақты әуе рейстерінде жолаушылар ағыны айтарлықтай артқан. Өз кезегінде бұл ұшулар кідірісінің көрсеткішіне әсер етіп отыр. Осыған ұқсас жағдай қазіргі таңда Еуропалық одақ елдері мен Америка құрама штаттарында да байқалуда. В случае, если задержка рейсов происходит именно по вине авиакомпании, в данном случае в соответствии... Әуекомпания тарапынан рейс кешіккен жағдайда қолданыстағы заңнамаға сәйкес тасымалдаушы кідіріс ұзақтығына байланысты жолаушыларды тегін негізде 2 рет қоңырау шалуға, салқын сусын, ыстық тамақпен қамтамасыз етуге, қонақ үйде тұруға, қонақ үйге дейін баруды және әуежайға кері қайтуды ұйымдастыруға міндетті. Сондай-ақ кешіккен әр сағат үшін тасымалдаушы тарап билет құнының 3% мөлшерінде айыппұл төлейді. Азаматтық авиация комитеті төрағасының орынбасары әуе билеттерінің бағасына қатысты да түсініктеме берді. Атап айтқанда халықаралық тәжірибеге сәйкес елімізде баға белгілеуді реттеудің күші 2016 жылы жойылған. Осыған сәйкес әуе компаниялары билет бағасын дербес белгілейді.